Отбасылы әйелге махаббат керек пе? Мен 19 жасында тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққанда өз еркіммен келіп, оң аяғымен ақ босағаны аттаған жоқпын. Айта-айта жауыр болған алып қашудың кесірінен ойым оңға, санам санға бөлініп жүрген қазақтың бір қызымын. Ол жігітті танымайтын едім. Бір көргеннен ұнаған жоқ. Бірақ қарсыласуға дәрменім болмады. Көлікке күштеп салған сыныптастары бар, жан-жақтан шуылдап жүріп, орамал салған жеңгелері бар. Өлердегі сөзін айтып, есік алдына көлденең жатқан ақ самайлы аналар бар. Ең ақыры ауыл елден ұят болар деп, қыздарын жат босағаға қалдырған өз отбасым бар. Не керек, қанша қарсылық танытсам да мен сол үйдің келіні болып шыға келдім. Үнсіз жүрсем де бірнеше ай бойы мен әлі де кетіп қалам деген оймен жүрдім. Бірақ туыстарым тарапынан маған қолдау көрсеткен бірде-бір адам болған жоқ. Анам жиі-жиі кештетіп келіп, ешкімге көрінбей, мені үй сыртына шақырып, бар ақылын айтатын. Егер мен кетіп қалатын болсам, әкемнің ел бетіне қарай алмай қалатынын, тіпті денсаулығының нашарлап кетуі мүмкін екенін жеткізетін. Осылайша менің аяғымды тұсаулап қойды. Бала кезімнен әкеме жақын едім, сондықтан әкемнің жүзі төмен қарамауын ойладым. Қалың ойға қамалып жүргенімде аяғым ауырлады. Қанша дегенмен ауылды жердің тәрбиесін көрген тұйық мінезімін. Бойымды кернеп тұрған қатты мінезім де жоқ. Ойлап отырсам, осыған дейінгі өмірімді өзгелердің айтуымен сүріп келіппін. Өзім жол табуға ақылым жетпейді емес. Жетет, бірақ жеме-жемге келгенде өз пайдам үшін емес, өтініш жасаған өзге біреудің пайдасы үшін әрекет жасайтын кездерім көп. Біреудің өтінішін жерге тастамайын деп, өзімді ұмыт қалдырам, өз пікірімді іске асырмаймын. Соның бірі осы тұрмысқа көндігуім болды. Осылай жарайды солай-ақ болсын деп жүріп, 7 жылым өтті. Қазір 2 баламыз бар, бірақ мен осы өміріме әлі де үйрене алмай келем. Негізі қанағатсыздардың қатарынан емеспін, қолда барды бағаламай аспандағы айға адам толмаймын. Аста төк жағдайда керек емес. Қарапайым киініп, қарын тойдыратын ас ішем болды. Кейбіреулер сияқты анау жоқ, мынау жоқ деп налмаймын. Әшекей бұйымдар мен қымбат киімдерді сұрамаймын. Маған жетіспейтіні бір ғана нәрсе. Оны айтсам көп адам күлуі мүмкін, себебі қазіргі заманда оның құны төмендеген, бірақ мен үшін бұл алтын мен гауһардан да қымбат. Ол махаббат. Күйеуіммен бір шаңырақ астында өмір сүріп келе жатқанымызбен оның маған деген сүйіспеншілік сезімі қашанда жетіспей тұрады. Күйеуімді жамандаудан аулақпын, ол жаман адам емес. Бастапқыда адамгершілігі, түсінігі бар екен ғой. Уақыт өте келе үйренісіп кетермін деп үміттенгенмін. Бірақ ол маған жақсы көріну үшін тырысқан екен. Бірте-бірте өз қалпына келді. Қазір ол да мен сияқты іштей қиналады. Кейде той жиында аздап ішімдік ішкенде, сен мені менсінбейсің, жақсы көрмейсің, бағаламайсың. Кейін маған қолың жетпей қалады, сол кезде өкінесің деп көп сөйлеп, тыныштық бермейтін де бар. Ертегіне түк болмағандай, кешегі айтқан сөздерін ұмытқан сыңай танытады. Мен болсам, арақ ішсе де, мені жақсы көрмесе де ең бастысы ұрып соғып жүрген жоқ қой деп өзімді жұбатам. Содан соң құдды бір келісім шартқа отырған серіктестер немесе азаматтық некеде тұрған сияқты өз міндеттерімізді үнсіз орындайтын күндеріміз жалғаса береді. Бірақ махаббат, сезім болмаған жерде кеудең қуыс болып, бақытың жеткіліксіз болып тұрады екен. Кейде еркек адамның жылы сөз айтқанын, менің нәзік жаратылыс иесі екендігімді ескеріп, жанның ашығанын сезінгім келеді. Өмірлік жолдасымның мен үшін бәріне дайын екеніне, қиын сәтте сүйеу бола алатынына сенгім келеді. Бірақ біздің қарым-қатынасымыздан ондай табылмайды. Ол да менде тек әулетіміздің абыройы, бала-шағамыздың болашағы үшін жүрміз. Бір кездері оны жақсы көруге барынша тырысқанмын, бірақ неге екенін білмеймін. Өтірік болса да жаным деп сөйлеу, сезімге толы көзбен қарау қолымнан келмеді. Олай деп айтуға оқталғаныммен айта алмаймын. Тек оған қарсыласпайтын, айтқанын орындайтын, туыстарының көңілін табуға барынша тырысатын, артық сөз сөйлемейтін жайлы әйел ғана бола алдым. Ол да маған артық мінезін көрсетпейді. Көрсетіп жатса да, мен оған көндігемін. Осылай біз сырт көзге тату отбасының көрінісін көрсетеміз. Біздің бар мәселеміз ішкі әлемімізде жатыр.
Екеуміздің ішкі жан дүниеміз бір-біріне сәйкес келмейді бұл жағдайда, ешкімге айта алмаймын да. Естіген адам үйленгендеріне 7 жыл болды, 2 балаларың бар. Енді сендерге махаббаттың керегіне деп күлмейме, сондықтан ішкі азабымды ешкімге білдіргім келмей, жақындарымның барлығынан жасырамын. Бірақ менің жасырған бұдан да үлкен құпиям бар. Неге екен білмеймін, қас қылғандай 2 балам болса да әлі күнге сезімін білдіретін жігіттер бар. Бірі күйеуімнің сыныптасы, әйелі, бала-шағасы бар. Бірақ маған үнемі шаңырағымда шаттық жоқ, әйелімнен жылу көрмеймін, ол мені түсінбейді деп шағымданатын. Бастапқыда өзге де сыныптастары сияқты сыпайы сөйлесіп сыйласып жүрді. Кейін ол маған жиі қоңырау шалып, әлеуметтік желіде жазып тұратын болды. Ал бірде тағы да мұңын шаға келіп, тым болмағанда бір күн сен менің әйелім болсаң соған риза болып өтер едің деген естігеннен кейін іргемді аулақ сала бастадым. Тіпті болмағасын бір күні сенің көздегенің не? Мен өз отбасымның тыныштығы үшін сәт сайын күресіп жүрген адамын. Сен келіп соны бұзбақпысың. Жақсы көрсең, жақсы көретін шығарсың, бірақ менің тынышымды алуға, өзің таңдап, өзің қалап алған әйеліңді ренжітуге қақың жоқ. Кезінде оны да жақсы көрем деп үйлендің ғой. Еркек емессің бе, енді жасаған ісіңнің салдарын үнсіз көтеруге тиіссің дедім. Содан кейін ол маған хабарласпайтын болды. Дегенмен күйеуім екеуі бір сыныпта оқығандықтан онымен кездеспей тұру мүмкін емес. Жиын тойларда жолығуға тура келеді. Сондай кезде орайын тауып көңілін білдіріп қалып жатады. Тағы бір ескі танысы менің қарсылығыма қарамастан амалын тауып бір кездері қалай жақсы көргенін, сол кезде сезімін білдірмеген үшін қатты өкінетінін, егер мені аяқ астынан алып қашып кетпегенде қазір соның әйелі болып отыратынымды айтудан жалықпайды. Байланысымды үзіп талай көрдім, бәрібір тауып алады. Тіпті ажырасуға үгіттеп, балаларың әлі кішкентай ғой, оларды өз баламдай жақсы көретін едім, әйтеуір бір күні сен менің әйелім боласың дейтінін қайтерсің. Ал өзімнің сүйген жігітім туралы әңгімем бір төбе. Біз бір-бірімізді қатты сүйдік, үйленуге бел байлағанбыз. Менің ата-анамның рұқсатын ала алмадық. Алып қашып кетсем мен дайын едім, өзі қаламады. Ата-анаңның жалғыз қызысың, қолдан ұзатқылары келетін шығар. Тағы біраз уақыт күтейік, мүмкін баталарын берер деп әскерге кетті. 7 айдан соң мені алып қашты. Ол әскерден келген соң мені алып кетуге талпынды. Ата-аналарымыз кешіргенше ешкім танымайтын жерге барып тұрамыз. Мен жұмыс істеймін, екеумізді асырай аламын ғой деп мені барынша үгіттеген. Бірақ анамның сөзі есімнен еш кетпеді. Көп ұзамай құрсағыма бала бітті де мен түбегейлі шешім қабылдап, онымен байланысымды үздім. Бірақ оның әлі де үміті бар екенін білемін. Осылайша біз әлі қоштасқан жоқпыз. Менің ішімде болып жатқан шытырман осы. Өз ойымен салынған шытырман жолдан өзім адасам. Мұның бәрінен күйеуімнің хабары жоқ. Біліп қойса жағдайымның қандай боларын білмеймін. Біреулер қате түсініп қалмасын. Мені кім жақсы көрем десе, соған еріп кететін жеңілтек емеспін. Егер өмірге жеңіл көзбен қарасам, әлде қашан өз басымның бостандығы, өз бақытым үшін шаңырағымды шайқаған болар едім. Мені қинайтыны, онсыз да махаббатқа шөлдеп жүрген жүрегіме жігіттердің қайта-қайта тәтті сөздермен шәрбат құйғаны. Олардың әрбір жүрек жарды сөздері маған отқа май құйғандай әсер етеді. Білдірмегенсіп, оларға барынша қатты сөйлеп, артық сөзден тыйып тастағанымен ішім сол сөзді естуді қалап тұрды. Шіркін, сол сөздерді күйеуім айтып, солардың көзімен күйеуім қараса ғой, күндеріміз осыншалық сезімсіз, салқын өтпес еді.